Сәлем, құрметті көрермен. Менің есімім Ақерке. 2020 жыл біздің өмірімізге үлкен өзгерістер әкелгені белгілі. Сол өзгерістермен бірге уақытты тиімді пайдалану, уақыттың тиімді жақтарын көру, пайдалы жақтарын көрудің бағасы арта түскен сияқты. Міне Қазақстанда үшінші ай деп айтсақ та болады, карантинде отырмыз, көп нәрсеге қолымыз жетпейді, көп нәрсе өзгеріске ұшырадық, уақытымызды өткізу, достарымызбен кездесу, түнгі серуендерге шығатындай бұрынғыдай мүмкіншіліктер жоқ. Бірақ әр нәрсенің өз жақсысы бар, басы қатты болса аяғы тәтті болады деп жатыр. Мүмкін осындай бір қатты сілкіністерден кейін елімізде өте керемет өзгерістер болып та кететін шығар. Ал менің міндетім сіздерге қазір осы пайдалы уақыт өткізу үшін бірнеше кеңес беру. Ал нақты айтатын болсам, ол кітап туралы әңгіме дүкен құрсам ба деймін. Карантин кезінде мен де көп ойларым өзгеріске ұшырады. Көптеген жинақталған біліміммен, оқырмандық тәжірибемен осылай YouTube арнасы арқылы бөліссем ба деген ой туындады. Сондықтан да егер сізге де кітап оқу, жақсы фильмдер көру, қызықты кино таңдау тақырыптары қызықты болса, менімен бірге соңына дейін тамашалап, өз ойларыңызды пікір ретінде қалдыра білесіз. Басынан бірден айтып кетейін, бұл блогты жүргізгенде әрине де өзімді әдебиетші кәсібімен байланыстырғым келмейді. Себебі бұл тек қана оқырмандық күнделік. Сіз бен біздің арамызда бір алтын көпір орнасын. Мүмкін мен бір пайдам тиіп жатар, мүмкін маған кері байланыс беру арқылы сіздер жақсы кеңес беріп, керемет кітаптарға жолықтырып жатарсыздар, қызықты авторларды таныстыра жатарсыздар. Сондай бір әдемі әңгіме құрсақ деген ойдамын. Қазір мен Қарағанды қаласында ата-анамның үйінде қонақтамын. Сондықтан да қазір студент кезінде оқыған, бұның өзіне 6-8 жыл өтті, кітаптарымды тауып алып, сол кітаптармен сіздерді таныстырғым келіп отыр. Мүмкін оқымаған боларсыздар, кейбір авторларды естімеген де боларсыздар. Ал мүмкін ойда жүрді, бірақ оқиын ба, оқымайын ба деген ойда ойланып жүрген боларсыздар. Соның бірінші кітабы америкалық жазушы, фэнтези фикшн жанрында қалам тартып жүрген қазіргі жазушылардың ішіндегі танымал жазушылардың бірі деп айтсақ болады, бірақ дегенмен де енді ғана бастап жатқан жазушы 2003 жылы шатаспасам өзінің ең танымал романын «Восток», яғни шығыс романын жарыққа шығарды. Авторы американдық Эдит Батту. Бұл романның ерекшелігі қандай? Біріншіден айтып кететін жағдай, бұл кітап Young Adult бағыты бойынша жарыққа шыққан, яғни Young Adult деген не екенін білесіздер. 12 жастан бастап, одан кейін 20-25 таңдауы талғамы бойынша 40-45 болсын, қандай жаста болмасын, шектеуі жоқ романдар жанры. Тек қана романдар емес, новелла мүмкін, повестер де болуы мүмкін. Мәселен, Young Adult'тың ең керемет деп айтпай қойын, ең танымал туындылары «Сумерки» кітап сериясы, «Бегущий в лабиринте» естіген боларсыздар, немесе киносын көрген боларсыздар. Бұл Young Adult шығармаларындағы басты кейіпкер міндетті түрде жасөспірім немесе жастық шақтан өтіп жатқан бой жеткен, ер жеткен кейіпкер бір қиындыққа түседі. Ол кейіпкер міндетті түрде сол қиындықтардан, сынақтардан өту керек болады. Сол сияқты мына Эдит Баттудың «Восток» атты өте керемет әдемі кітабында жас қыздың, Роуз есімді жас қыздың қызықты хикаясы баяндалады. Бірден айтып кетейін, фэнтези жанры. Және бұл кітапты Эдит Батту норвегиялық ертегінің желісі бойынша жазған. Қазір мен мына жерге жазып алған болатым, есіме түссе. Норвегиялық бір ертегі қайда. К востоку от солнца и к западу от луны. Көне скандинавиялық елдердің
өте танымал ертегісі, халық ауыз әдебиетінің танымал үлгісі болып табылады. Сол ертегінің желісі бойынша осындай әдемі кітап жазған екен, роман ретінде. Ертегі сюжетінен роман сюжеті еш ауытқымайды, қайта дәлме-дәл қайталайды, есімдері беріледі, әрине де кейбір жерде жаңа кейіпкерлер қосқан, дегенмен де жаңағы қарапайым фермерлік отбасында қарапайым күйеу мен әйелі балаларына қамы үшін фермерлікпен айналысып жүрген, өткен өмірлерінде картограф болған екен отағасы, бірақ жаңағы нан табу үшін басқа жұмыспен айналысуға тура келеді. Сонда фермерлікпен айналысып жүргенде ол отбасыда 7 бала туады екен. 7 баланың біреуі қайтыс болып, тағы да жаңағы бір баланы шығыс бағытында өмірге әкелу үшін жаңағы тағы да бір баланы көтереді екен. Ұмытып қалдым есімін, жаңағы отбасыдағы әйел. Шығыс бағыты дегеніміз не? Бұл жерде жаңағы ырымшыл әйелдің оқиғасы, өз балаларын әртүрлі бағытта жаңағы тууға тырысады. Ең бастысы солтүстік бағытта тумаса болды. Яғни өзінің ішінде түсіндіріледі, ол қандай бағыт деген жаңағы туу процесінде, босану процесінде өзінің бір ерекшеліктері бар. Сол кезде компаспен бірге жаңағындай зерттеулер жүргізеді ме. Бірақ енді бұл көне заман болып баяндалады. Оқып қарап көріңіздер. Сонымен бірге жаңағы бұл кішкентай қыз өмірге келеді, есімі Роуз. Роуздың алдында шытырман оқиға күтіп отырады. Себебі бұл бір мынандай сайтанмен келісім деген мотив бар ғой әдебиетте, да, сделка с дьяволом. Сондай бір келісімге отырады әкесі, мәжбүр. Және сол келісімнің шарты бойынша бір оқиға жаңағы осы Роуз деген басты кейіпкерді күтіп отырады. Мен нақты барлығын айтып өткім келмейді, себебі егер қызықты болса, сіз осы романды алып қараңыздар. Flip.kz сайтынан заказ берген болатынмын. Меломан дүкендерінде де сатылатын шығар, нақты бірақ білмеймін. Егер осы роман қатты көлемді емес, дегенмен де романның сюжеті қызықты, не туралы екен, Норвегия елінің қандай ертегісі екен деп ойласаңыздар, романды оқымайық, тек қана жаңағы 1-2 беттік ертегіні оқып көріңізге болады. Ол ертегі енді тамаша, мен өзім қатты жақсы көремін. Бірінші сол ертегіні оқып, кейін осы кітапты оқуға кіріскен едім. Екінші кітап өте қызықты автор. Енді Америкадан Англияға көшеміз. Қазіргі батыс әдеби процесінің бір көрнекі өкілі, тарихи романдарды жазып жүрген, кеңінен танымал оқырман, біршама көп оқырмандары бар Филиппа Грегоридің «Еще одна из рода болейн» романын оқыдым. Оны оқығаныма да өте көп болды. Мына кітаптың сыртқы келбетінен көріп отырғаныңыздай, бұл кітаптың киносы бар. Осы экранизациясы осы кітаптың желісімен түсірілген. Басты рөлдерде Скарлетт Йоханссон және Натали Портман ойнайды. Және басқа да каст өте керемет, таңдаулы британдық актерлар ойнайды. Бірақ енді басты рөлді өздеріңіз көріп отырғанда америкалық актрисалар сомдаған. Филиппа Грегори өзі Кенияның Найроби қаласында дүниеге келген, 1 жасында Британияға қоныс аударған, содан бастап жаңағы өзінің көбінесе осындай британдық сарындағы, яғни патшалық, тарихи романдар бойынша дамыта бастаған, іздене бастаған. Содан өзі бірнеше сәтті жұмыстарын дүниеге әкеледі. Мен мына жерде өзіме кішкене конспект жасап алғам. Ең бірінші романы өзім оқымаған екен, дегенмен де мүмкін қызықты болып жатса. Вайдекер 1987 жылы жарияланған. Ол да тарихи роман. Ең танымалы әрине де осы мен жаңа айтып өткен «Еще одна из рода болейн» кітабы. Анна Болейн туралы
кинолар аз емес, кітаптар да аз емес, өте қызықты, былай тартысқа түсетін кейіпкерлердің бірі. Себебі Анна Болейн өзінің туған сіңлісі немесе әпкесі, бұл жерде әртүрлі жаңағыдай нұсқалар ұсынады. Мариямен бірге таққа таласқан. Таққа таласқан дегенде жаңағы патшаның көңілін аулауға тырысқан. Мария тұрмыста болған, Анна тұрмыста болмаған. Өзінің қайсарлығымен әрине де дворға кіреді, жаңағы патша сарайына кіреді. Көптеген жетістіктерге жетеді, бірақ өмірі трагедияға айналады. Бірақ қанша дегенмен трагедияның өз бағасы бар, немесе қарама-қайшы айтқан дұрыс шығар, танымалдылықтың өз бағасы бар. Анна Болейн осы Англия тарихындағы ең танымал есімдердің бірі. Мен ойымша әрқайсыңыз білесіздер, бұл тарихи тұлға туралы айтып кетудің қажеті жоқ. Елизавета бірінші патшайымның анасы Анна Болейннің, Елизавета қайтыс болған кезде өзі қаншама жыл, 40 жылдан астам жалғыздықта өмір сүреді. Осында бір өзінің қолынан тастамайтын жүзігі болады екен. Сол жүзігін барлығы, осы жүзікте не бар екен деп соны ойлап жүргенде, ең соңында, өмірінің соңында жаңағы ашып қалғанда Анна Болейннің суреті табылады екен, анасын, бірақ анасын ешқашан көрмеген. Осының тарихын зерделеп білгіңіз келсе, осы кітапқа назар аударсаңыздар болады. Бірақ мен айтайын, бұл кітап маған ұнаған жоқ. Мен киносын көрген болатынмын. Киносы қызықтырғаннан кейін Англиядағы патшайымдардың, патшалардың, әйгілі династиялардың тарихына қызыққаннан кейін, кішкене оқып біліп, бірнеше сайттардан мағлұмат жинағаннан кейін осы кітапты алып оқып көрген болатынмын. Қазіргі таңда да білесіздер, Англиядағы патшалар әулетінде көптеген қызықты екі ойлы жаңалықтар тарап жатыр. Мені сондай қызығушылықпен алған болатын, бірақ кітаптағы сюжет фильммен өте қатты айырмашылықтар бар. Біріншіден, Мария кейіпкер маған фильмде ұнаған болса, бұл жерде әрине де ол бір ақылы таязда, өте сондай терең емес, қарапайым, жаңағы таққа, байлыққа ғана қызыққан әйел болып басында солай сипатталады. Кинода әрине де әдеби көркем жағынан ұтымдырақ сияқты. Мүмкін бұл кітаптың аудармасы да ақсандап тұрған болар, себебі маған енді өте қиын оқылды, ұнаған жоқ. Немесе өзім впечатление, мүмкін кинодан алған әсерім тым жақсы болған шығар. Бұл екінші кітап. Үшінші кітап, бүгін сіздерге 5 кітапты ұсынғым келеді. Таныстырылым тек қана, ешқандай анализ жасап отырған жоқпын. Ол мен сүйікті жазушым Кадзуэ Исигураның «Не отпускай меня» романы. Кадзуэ Исигура жапондық түп тамыры, өзі британдық жазушы. Үшінші курс оқып жүргенде осы Исигура бойынша, бұл шамамен 2013-2014 жылдары жоба қорғаған болатынмын. Исигураны өзім біраз еңбектерін оқыдым. Оның ішінде осы «Не отпускай меня» романы, одан кейін «Остаток дня» романы, реализмге жақындау, кейіннен шыққан тіпті қатты маған ұнаған, ол «Погребенный великан», шатаспасам 2015-2016 жылдары шыққан болатын, мен 2016-да оқыдым. Кейін осы Исигура Нобель сыйлығын алғаннан кейін тіпті танымал болып кетті. Себебі мен осы 2012 жылы Исигураның кітабын алған кезде әзер Ресейден тапсырыспен алған болатынмын. 2012 ма, 2013 жыл ма, сол жылдары алдым. Осы кітапты Ресейден тапсырыспен алдым. Өзім жаңағы сабағыма керек болғандықтан, жобама керек болғандықтан. Бірақ қазір Исигура Нобель сыйлығын алғаннан кейін әрине де сіз әр жерден, Меломаннан, Флипкезеттен, басқа да дүкендерден таба аласыз. Антиутопия, шамамен 20 ғасырдың 50 жылдардан кейінгі оқиға. Бір
қызықты тылсым интернат мектептегі жағдай. Басты рөлді ойнайтын Кейти, шатаспасам есімі, көп болды оқығалы, мүмкін есімде де жоқта шығар. Өте қызық жағдайларда өмірге келеді. Яғни бұл жерде клонирование туралы біраз сөз қозғалады. Оның салдары туралы, жалпы роман үш бөліктен тұрады. Мен есімде қалғаны жаңағы балалық кезеңдерін, қазіргі кезең, одан кейін жаңағы ең соңында өздерінің атқаратын істеріне келгендегі бір жаңағы жауапты момент дейді ғой, жауапты сәтке келгендегі жаңағы оқиға баяндалатын болады. Не отпускай меня деген жалпы бұның әні де бар, өте керемет. Исигура сол әннің есімін алған болатын кітабына. Оқып көріңіз. Егер антиутопия жанрын жақсы көретін болсаңыз, мысалы Замятинаның «Мы» романын жақсы көретін болсаңыз, фэнтези жанрын ұнатсаңыз, философиялық ойлану, жаңағы адамгершілік қасиеттер туралы пайымдауларды, сосын жаңағы таптық бөліну, адамдардың арасындағы келеңсіздіктер, бай, кедей, құл, патша деген сияқты сондай бір метафоралық жасырын ойлар бар. Жасырын да қатты жасырын емес, нақты айтылған. Сондай бір кітаптарды жақсы көретін болсаңыз, осы Исигураны міндетті түрде оқыңыз. Кейін Исигураның егер каналымды ары қарай жүргізетін болсам, Исигура туралы әлі көптеген түсірілімдер жасаймын деп ойлаймын. Жалпы, егер осындай формат ұнап жатса, мен сияқты кітап оқуды жақсы көретін адамдар табылып жатса, бірге оқиық, бірге талқылайық, Инстаграм парақшасында болсын, Фейсбук парақшасында болсын, бір-бірімізге жазып, кеңес беріп, мүмкін... Мен тек қана осындай бір сыдырғы үстіртін таныстырым емес, бір кітапты алып, мәселен, енді шамам келгенше терең анализ жасауға болатындар шығар. Оны сіздер жазыңыздар, егер көрермендер табылып жатса. Тағы да екі кітапты таныстырып өткім келеді. Неге екеуін бірге таныстырып отырмын? Себебі бұл классика, мүмкін көп жағдайда бұл кітапты оқыған адамдар көп болып табылып жатады. Бұл Виктор Гюго, француз классигі. Оның «Последний день приговоренного к смерти». Мен бірінші-екінші курстарда оқыған кітаптарыма қарап, қазір таңғалып отырмын. Чарльз Диккенстің «Лавка древности» кітабы. Бұл классикалық дүние. Екеуін де кез келген оқуға болады. Чарльз Диккенстің «Лавка древности» кітабы өте жеңіл, бірақ жеңілмен қоса сондай бір аянышты хикая бар ішінде. Кішкентай Нелли деген қыз, Нел немесе Нелли, өзінің жасы келіп қалған атасымен бірге бір өмірдің қиындықтарынан, соқпақтарынан өтуге мәжбүр болады. Сол оқиғаны бірге оқып отырғанда толқып, кішкене көзіңізге жас келіп алуы мүмкін. Кезінде 19 ғасырда осы Чарльз Диккенс «Лавка древности» кітабын шығарған кезде газет немесе бір әдеби журнал альманахта жаңағы бөлік-бөлікпен жарыққа шығарған екен. Сол кезде теңіздің ар жағындағы америкалықтар тіпті жаңағы газетті, жаңағы корабльдар келгенше күтіп тұратын, не болды екен, Нелли тірі қалды ма, атасына не болды деп сондай сұрақтар қойып, соншалықты жаңағы ажиотаж, резонанс тудырған кітаптардың бірі кезінде. Одан кейін Англия әдебиетінде оқырмандар арасында ондай ажиотажды Гарри Поттер тудырды деп айтады көп жаңағы эксперттер. Мен енді өзім оқуымша өте сондай жеңіл оқылды. Әрине де өзінің бір әсерлі тұстары бар. Сол кезде өзінің жаңағыдай басты рөлдегі қызға өте қатты байланып қалғандай сезіндім. Жақсы кітап, кеңес беремін. Екінші кітап, оның өзі кітап емес, осындай кішкене ғана бөлігі, бірақ бәріне кеңес берер едім. «Последний день приговоренного к смерти». Бұл өте күрделі тақырып, себебі бұл жерде Виктор Гюго 19 ғасырда өзі жаңағы смертная казнь, өлім жазасына кесуге қарсы шыққан кездегі жазған кітабы.
бізде де қазір білемін өлім жазасы туралы кейбір ұсыныстар айтылып жатыр халық тарапынан, сондықтан да осы кітапты оқып көрсеңіздер. Дұрыс, бұрыс деп ештеме айтпаймын, дегенмен де жаңағы осы есі дұрыс адам бұл жерде жаңағы өлімге тағдыры кесілген, сол тағдырының соңын күтіп жаңағы 2 күндей күнделік жазады, күнделік ретінде жазылған. Ең ауыр тұсы әрине де ол күнделікте баласы туралы айтқан ойлары. Виктор Гюго ешқашан ондай бір түрмеге түсіп өлім жазасына кесілмеген адам негізі, бірақ өзі соншалықты реалистті түрде жазған осы кішкентай ғана повесі. Оқып көріңіздер. Виктор Гюгоның Собор Парижской Богоматери, сосын Отверженные романдарын білесіздер, жақсы, олар өте танымал. Міне осындай кітабы да бар. Чарльз Диккенсте дәл солай, мысалы Копперфилд туралы, оның жазған Большие надежды немесе Рождественская история кітаптарын бәрі біледі де, мүмкін Лавка древностиді назарыңыздан тыс аударып алған шығарсыздар деген оймен бүгін айтып отырмын. Міне осылай сіздердің назарларыңызға 5 кітап ұсындым. Осындай 4 кіші форматта және өте әдемі безендірілген Эдит Батудың «Восток» романы. Бесеуі де өте әртүрлі жанрда жазылған, әртүрлі бағытта жазылған, әртүрлі мүмкін кезеңдерге, яғни адамдардың жас кезеңдеріне де арналған шығар. Дегенмен де біреуіңіз болмаса біреуіңізге пайдасы тиіп қалар деген оймен осындай кітаптарға таныстырылым жасадым. Келесі шығарылымда мен осы Қарағанды қаласында өзімнің жинаған кішігірім комикстер коллекциям бар. Сол коллекциям туралы айтқым келеді. Одан кейін кішкене күрделірек тақырыптар, орыс әдебиеті, шетел әдебиеті туралы әңгіме дүкен және бір кішкене дәріс сынды видеолар түсіргім келеді. Егер осы видеоны көріп отырсаңыздар, міндетті түрде қолдау көрсетіп, пікір жазып отырыңыздар. Және де айып етпеңіздер, мен камераның экранына қарап, камераға қарауды ұмытып кете береді екенмін. Осылай, келесі жүздескенше барлықтарыңыз аман сау болыңыздар.